Бүгін өте дәмді, қытырлақ болып шығатын самса дайындаймыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан сеп жүрмашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Бір жұмыртқаға тұз салып, салқын су қосып, араластырып аламыз. Араластырып алып, илегіштен өткізген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Қамырымыз жұмсақ болғаннан кейін, қамырымызды 10-15 минутқа салафанға салып бұқтырып қоямыз. 15 минут тұрған нанымызды алып, 3 бөлікке бөліп доңғалатамыз. Доңғалатып алғаннан кейін, қамырымызды бір-бірлеп жұқалап жайып аламыз. Барлық қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Сары майымызды ерітіп алып, жұқалап жайған нанымыздың үстіне жағамыз. Барлығын жақсылап, бүкіл жеріне жағып шығамыз. Екінші қамырымызды үстінен қойып, тағы да барлық жеріне майымызды жағып, үшінші қамырымызды да сөйтіп жағып шығамыз. Қамырымызға майды жақсылап жағып алғаннан кейін, рулет тәрізді орап шығамыз. Қамырымызды тығыз қып орауымыз керек. Мен шамалы жұмсақ қып жеріппін, негізі тығыз болғаны дұрыс. Қамырымызды орап алғаннан кейін 1-2 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Фаршымызға пияз қосып, тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Морозильникте тұрған қамырымызды алып, бөліп шығамыз. Барлығын кішкентай қылып, бөліп шығып, дөңгелетіп, қамырымызды жайып, самсамызды жасаймыз. Самсамыздың ортасына фаршын салып, әркім өз формасын қалай істегісі келеді, солай жасауына болады. Самсаны мен 3 бұрышты қып жасап шықтым. Менің каналымда көптеген рецепттер бар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық самсаны жасап алып, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минутта пісіріп аламыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан сеп жүрмашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.